Қондық. Қош келдік Барселонаға. Әжесі. Dostlar, biz Barcelona'nın kalılarına қазір қыдырып шығамыз. Каусар, қалай күшті болып жатыр ма? Қай жерге келдік білесіңдер ма? Музей. Иә? Қандай? Музей? Саграда Фамилия шіркеуі дейді бұны. Балалар, енді көресіңдер ма? Саграда Фамилия шіркеуі. Маған қараңдар. Қандай керемет. Әлем деңгейіндегі ерекше нысан болып есептеледі. Бұл архитектураның өзі Антонио Гаудидің архитекторымен салынған бастамасы 1882 жылы. Сөйтіп Антонио Гауди осын салушы 40 жыл өмірін арнаған. Абдулла. Ай, машалла. Әлемдегі неше түрлі ғимараттар бар. Соның бірі сол ерекше ғимараттардың бірі осы Саграда Фамилия дейді. Қасиетті тұқым шіркеуі дейді. Барселонаның ғана емес, бүкіл әлемнің ең таңғажайып архитектуралық шедеврі дейді. Шедевр десе шедевр. Қаншама туристер келіп озған бола. Қалай еліңде бір сонда ерекше бір ғимарат салып қойсаңыз нысан, соны көруге барлығы келе бастайды. Ол не только өзінің дизайнымен ерекшелену керек, оның тарихы да болу керек. Бұның тарихы мысалы 1882 жылдан бері келе жатыр. Артымызда әжеміз Біз мінекей балаларымыз бірге Adidas магазиніне кіріп келдік. Бұл жердегі барлық футбол командаларының құрамы. Ай, маша. Иә, көріңдер. Осындай аламыз ба? No. Болмайды дейді, қоқпай. Кеттік жүр. Көрсіңдер бұлай ба? Тағы не бар көрінді? Қалаған нәрсені атты. Қай нәрсе? Қалаған нәрсені атты. Қалаған нәрсені алып берейін саған, қалаған нәрсені. Не алып берейін саған? Сосын оны сен қалай істейсің багажға, саған сыймайды багажға. Багажға сиятын алу керек. Допты оны ауылдан да ала бересің бе? Маған бұл. Вау, молодец. Заказдарды алып келіп жатыр балалар. На столға қатты қойға болмайды, а? Апасы. Стоп. Біз тамақ ішіп болдық, я? Тамақтануға барамыз. Тамақтанып алдық, енді қыдырамыз. Күн ыстық, мына жақта өте ыстық екен күн, я? Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, келіп подписка жазып ұмытпаңыздар. Біз кеттік. Видеоны соңына дейін көріңіздер.
muzeyдің ішіне кірдік. Abdu. Шегіртке сияқты нәрсе. Жаңғақта орман ғой, типа. Екі қанарынан. Типа. Кеттік. Достар, мінекей құдай қаласа біз Барселонаның ғана емес, бүкіл Европаның ең сәнді, ең қымбат әрі тарихи даңғылында жүрміз. Құдай қаласа бұл көшенің ресми атауы Пасео де Грасия деп аталады. Бұл көше Париждің Елисей даласы сияқты немесе Нью-Йорктың 5-ші авеню сияқты Барселонаның басты және сәулет орталығы болып есептеледі. Мұнда әлемдегі ең бай адамдар, аристократтар тұрған және ең үздік архитектурлер тұрған. Көшенің бойында El Nacional деген жан-жағында әлемдік премиум брендтерінің зәулім бутиктері орналасқан. Мысалға Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Prada, Rolex деген сияқты, Cartier, Hermes, неше түрлі Balenciaga, Burberry брендтер орналасқан. Дәл алдымызда тұрған, мінекей сіздерге мен көрсетейін деп тұрғаным. Бұл көшенің бойында екі ғимарат бар. Ол Casa Batlló және Casa Millo. Ал мынау сіздің алдыңызда көріп тұрған бұл Casa Millo ғимараты өте сондай ерекше дизайнда жасалынған. Қараңыздар, тамашалаңыздар. Мінекей құрметті достар, қарасаңыздар. Керемет, иә? Бұл негізі сонда ұлы архитектор Антонио Гаудидің бастауымен кезінде жасалынған. Антонио Гауди өзі сондай өсімдіктерге, жануарларға, ағаштарға сондай әуесі өте жоғары болған. Сол себептен ғимараттары бұлар сондай ұқсатып салған. Барынша ұқсатып, барынша оның өзінің фантазиясы сондай бір бөлек болған. 40 жыл өмірін салды деп тарихта айтады. Мінекей құрметті достар. Өте керемет. Massimo Dutti. Сонымен қоса неше түрлі брендтер. Massimo Dutti ондай қатты немесе мына жерде мысалы Jimmy Choo тұр. Арғы бетте. Мінекей. Тамашалаңыздар. Неше түрлі дүкендер орналасқан. Montblanc тұр ана жерде. Енді кілең мықтылардың бәрі арғы бетте екен. Montblanc, Jimmy Choo. Мінекей. Және Боги тұр. Ана жақта Starbucks бар, Starbucks бар. Кофе ішіп қайтуға болады. Ал, құрметті достар, қалай сіздерге ұнап жатыр ма? Енді Испанияға елінде именно Барселона қаласына келетін болсаңдар, осы міндетті түрде осы жерге келу керек. Мінекей, достар, халық сағат қазір бізде 10:46. Халық өте көп. Бұдан кейін керемет MSC корабліне отыратын боламыз, кемесіне. Ол кеме өте зәулім, өте зәулім. Круизный лайнерге келе жатыр. Біздікі терминал H деген неге орналасқан. Мама біздікі? Осы.